Ертеде. Баяғыда мақта қыз бен оның кішкентай мысығы өмір сүріпті. Міне, көктем келді. Күн жылынды, гүлдер ашылды. Ауылда бәрі ояна бастады. Ал мысық болса, нағыз бұзық. Ойнап жүр, бәрін төңкеріп тастады. Екеуі де бір үйде, бірақ әрқайсысы өз тіршілігімен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, жерден бір мейіз тауып алады. О, бұл мейіз бе? Бұл қайдан келді екен? Мысығым, қайдасың? Бері кел, мен керемет нәрсе таптым. Келмесең келме, онда өзім жей саламын. Неге шақырдың? Айтпаймын. Айтшы енді, неге шақырдың? Жоқ, айтпаймын. Онда мен қатығыңды төгем. Ал мен онда сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мысық ренжіп, әдейі қатықты төгіп жіберді. Сөйтіп, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алды. Құйрығым жоқ. Мына түріммен енді ешкім менімен ойнамайды. Маған құйрығымды қайтар? Онда сен маған қатығымды қайтар. Мен дұрыс істемедім. Бірақ бәрін түзетуге тырысамын. Құйрығымды қайтару үшін бәрін жасаймын. Не істесем екен? Сиырға баруым керек. Ол маған бәлкім қатық берер. Сиыр, маған қатық берші. Қарным аш, маған жапыраға келсең қатық берем. Енді сиырға жапырақ табу керек. Әйтпесе қатық бермейді. Құйрығымды қайта алу үшін бәріне дайынмын. Жапырақ қайдан табам? Ағаштан сұрасам, міндетті түрде береді. Ағаш, маған жапырақ берші. Ол үшін мен қатық аламын. Жарайды, бірақ сен маған алдымен су әкел. Ой, енді су табу керек болды ғой. Кімнен сұрасам екен? Өзен апа, сен маған су бере аласың ба? Жақсы, бірақ маған құмыра әкел, сонда су аласың. Құмыраны қайдан табам? Қай үйде құмыра болуы мүмкін екен? Құмыра болмаса, су да жоқ. Онда шебер ұстаға барып, құмыра сұраймын. Ата, маған бір құмыра бере аласыз ба? Маған су керек, ал өзімде құмыра жоқ. Құмыра ма? Берейін. Құмыраны бере аламын. Бірақ сен маған үйді тазалауға көмектесуің керек. Жарайсың, кішкентай мысық. Міне, уәде еткен құмыраң. Міне, сен сұраған құмыра. Енді маған су берші, өтінемін. Міне, мен сенің құмыраңды толтырып бердім. Жолың болсын, кішкентай дос. Рахмет, өзен. Енді мағашқа баруым керек. Ол маған жапырақ береді.
ағаш, міне, саған су әкелдім. Енді маған жапырақ бере аласың ба? Рахмет, кішкентай досым. Сен маған өте жақсы көмектестің. Міне, жапырақтар. Міне, сиыр, жапырақтарың. Енді маған қатық берші, өтінем. Рахмет саған, мысық. Міне, қатығың. Тек бәрі жақсы өтсе екен. Тек мақтағыз мені кешірсе екен. Құйрығымды қайта берсе екен. Мақтақыз, кешірші мені. Міне, сенің қатығың. Жақсы, татуласайық. Кешірім сұрау мен кешіру шынайы батырлық. Достық деген уақытында бір-бірін кешіре білу, бір-біріне мейірімді болу, адал болу. Кішкентай көрермен, саған кеңес. Ата, анаңды, достарыңды, туыстарыңды сыйлап жүр.